Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Достар, адамдар Құдайын танымағаннан кейін, олар өздерінің кім екенін танымай, бұл дүниеде хор болып өтеді да. Ең төмен дәрежедегі адам болып, екінші дәрежені қоя берген, ең төмендеп кеткен, ең Аллах тағаланың алдында бір қоқырсықтың ішіндегі жатқан бірдеңеге де ұқсамайтын біреу болып өмірден өтіп кетеді. Бұлар кімдер? Көп құдайшылар. Көп құдайшылар кімдер? Әлгі тәңіршілдер. Тәңіршілдер енді көзіне не көрінсе, олар соған табынып қала береді. Тас көрсе тасқа да табынады, мал көрсе малға да табынады, жылан көрсе жыланға да табынып алады. Енді соған табынып келіп, бір тәңіршілер, көп құдайшылдар енді әрдеңе табынып келіп, мына біреу жігіт, тәңіршілдердің ортасындағы жігіт, шет мемлекетке іздеп барып, бұқаның аурат жеріне қапсыра құшақтап, шеңгелдеп ұстап алып, соған табынып, соғандан жақсылық сұрап жатыр. Енді бұл не деп жатыр десеш, екі езу екі құлағына жеткен, жерден жағы бір жек шықты, екі құлағы тік шықты деп, жалмауыздай болып, сол бұқаның екі пұтының ортасында кіріп алып, шатының ортасындағы бұқаның борбайын қапсыра құшақтап, шеңгелдеп құшақтап сұрап жатыр. Не сұрап жатыр десеңізші? Өмірдегі ең үлкен бақытты, өмірдегі жақсы өмірді, не жақсылық болса солардың барлығын бұқаның екі пұтының ортасындағы шатындағы, бұлайша айтқанда, қопал сөйлегенде бұқаның жұмыртқасынан сұрап жатыр. Екі жұмыртқасынан сұрап жатыр. Күлкілі нәрсе, Бұл тәңіршілдер бара-бара енді, білмеймін не болып бара жатқанын. Ол бір тәңіршілдер мынау қасқырдың сарпайы деп, көшедегі жағы иттің бәрін қырып, астыңғы жағын кесіп алып, мойындарына тағып алып, содан сұрап жатыр енді тәңіршілдер. Оны тастап, енді мінекей бұқаның жағы аурат жерін, бұқаның ясы жерін, бұқаның сиырға керек болған жерін қапсыра құшақтап, осыдан жақсылық сұрасаңдар, жақсылық береді екен. Енді лайк бассаңдар, мен арқылы инвестицияларың жоғарылайды, мен арқылы байлықтарың жоғарылайды, бизнестерің жоғарылайды деп, бұқаның екі шатының ортасында отырып алып, шаттанып отырған мінекей ақмақ бауырымызды көріп алыңыздар. Бұның бұқаның екі аяғының ортасында отырғанын көрсетіп қояйын сіздерге. Суретін қойып қоям ғой. Осыншалықты дәрежеде адам ақымақ бола ма деймді. Осыншалықты дәрежеде адамдар қараңғы болып кете ма деймді. Мен білмеймін. Дін адамды зұлматтан, қараңғылықтан алып шығады. Енді бұл Аллах субханаллах тағаланы танымаған адам өзін танымайды да, енді бұқаның енді қазіргі кездерде несіне табынып жатыр олар? Бұқаның жағы екі аяғының ортасындағы пәленше түгеншелеріне табынып жатыр. Қос қолдап ұстап алыпты, шеңгелдеп ұстап алыпты. Енді бұл бұқаның жағы шығаратын жағы зәріне табынса керек енді, бүйтіп келіп. Мінекей осы дәрежеде қараңғы болып қалды. Енді өзімізге сауал қояқшы, бізді кім жаратқан? Құдай жаратқан. Ал енді бүткіл дүниені кім басқарып тұр? Құдай басқарып тұр. Сөйте тұра, барып, бұқаның екі езу екі құлағына жетіп, жерден жеті қазына тауып алғандай, бұқаның екі аяғының ортасында отырып алып, мен мына бұқаның жағы пәленше түгеншесін бәрін құшақтап отырмын. Мен үлкен табысқа жеттім, қолым әрең жетті деп, Қазақстаннан шетелге осы бұқаның жағы пәленше түгеншесін ұстау үшін барған жарым емес ақылсыз жағы бауырымызды көріп алыңыздар. Енді бұны сөрдегілер жағы ұстап жүріп байып кетіпті дейді. Кімдер байып кеткен? Оны голубойлар байытты. Лут алейхиссаламның дәуірінде еркектер мен еркектер болған. Сол еркектер мен еркектер болатындар, сол бұқаның жағы көрініп тұрған жағы сәулетшінің жақсылап істеп қойған, қоладан құйып көрсетіп қойған екі
борбайын ұстап алып, содан аңсап, соны қиялдап, соның жағы екі жұмыртқасын ұстап жүріп, бір кездерде байып қалған екен. Сөйтсе, елдің бәрі содан ұстап, байып атқан құсайды дейді мына біреу. Жағы өмірді санасының төмен болып кеткені, ақылының жоқ болып кеткен адам осыны айтып жатыр бір қазақ жігітті. Енді рас, енді бізді Аллах Тағала жаратқан, бізді байлықты беретін де Аллах Субхану Аллах Тағала, алып та қоятын Аллах Тағала. Құран Кәрімде Аллах Тағала мынандай аят келтіреді. Біз сендерді сынаймыз дейді. Дүниелеріңді алып қойып сынаймыз. Жандарыңды алып қойып сынаймыз дейді. Дүниелеріңді алып қойып сынаймыз дегені, жағы бүткіл дүниенің бәрін алып қойып сынайды, жандарыңды алып сынаймыз дегені, жақсы көретін адамды өмірден алып кетіп сынайды. Жанды берген Аллах, жанды алатын Аллах. Бұл дүниеге келтірген Аллах, рызқыны беретін Аллах, байлықты да беретін Аллах, жақсы өмірді де беретін Аллах деп біз солай түсінуіміз керек. Ал енді бұқаның борбайын құшақтап алу, бұл енді барып тұрған нақұрыстық деп айтса болады. Енді бұл жігіт со шетелге қоладан құйған бұқаның борбайын іздеп барғаннан көрі, бір кәсіпкерлерге барса, о кәсіпкерлер бағып отырған бұқасының тірідей борбайын ұстатса, соң қарық болар еді ғой. Ана өлі цементтен көрі тірі бұқаның борбайы саған жақсы құдай болатын шығар енді, өзің соны байқасаңшы. Ана өліп тұр, ана тірі, ана кішкене тірі бұқаныкен ұстатсаң, эффект бар да, эффект. Анада ешқандай эффект жоқ қой. Құшақтап апсың, ыржиып, екі бұқаның екі шатының ортасында жатуың, бұл барып тұрған дүние жүзіне өзіңді позор, дүние жүзіне кім екеніңді көрсеткеніңді қарашы. Нағыз барып тұрған, ноқалай, нағыз барып тұрған, Аллах Тағаланың беріп қойған ақылын істете алмай жүрген жарымес екендігіңді көрсетіп, бұқаның шатында жатқаның өте қиын нәрсе болды. Мейлі енді.